ертеде бір кішкентай ғана үйшік болыпты. Қабырғасы қайыңнан, төбесі шөптен, терезесі дөңгеленіп тұратын екен. Орманмен жүгіріп келе жатқан тышқан үйшікті көріп қалыпты. Тоқтап, тық-тық, үйшікте кім бар? деп сұрапты. Ешкім үн қатпапты. Содан тышқан ішке кіріп өзі тұра бастапты. Бір кезде секіріп келе жатқан қоян үйшікке көз түсіріп. Тық-тық, кім бар ішінде? Мен тышқанмын. Сен кімсің? Мен қоянмын. Мені де кіргізші. Кір, бірге тұрайық, деп қуантты тышқан. Екеуі бірге тұра бастапты. Көп ұзамай қатарлап секіріп келе жатқан бақа келіпті. Тық-тық, кім бар ішінде? Біз тышқан мен қоянбыз. Сен кімсің? Мен бақамын. Мені де қосыңдар. Кел, бірге бол, деп қуаныпты екеуі. Үш жануар бірге тұрыпты. Сөйтіп келе жатып орман ішінен түлкі шығады. Тық-тық, кім бар ішінде? Біз тышқан, қоян, бақамыз. Сен кімсің? Мен түлкімін. Мені де кіргізіңдер. Жануарлар аздап ойланса да. Жарайды, бірге тұрайық, депті. Төртеуі тату-тәтті өмір сүріп жатады. Сол кезде ғайыптан қасқыр келіпті. Тық-тық, кім бар ішінде? Біз тышқан, қоян, бақа, түлкі. Ал сен кімсің? Мен қасқырмын. Мен де кірейін. Үйшік кішкентай, сыймай қаламыз, сыямыз, деп қасқыр отырып алып үйшікті сәл сықырлатыпты. Сөйтіп қасқыр да кіріпті. Бәрі бірге тұрғанмен үйшік тарлық қыла бастайды. Дәл сол кезде айқайлап ауыр басып келе жатқан аю көрінеді. Тық-тық, кім бар ішінде? Біз бәріміз. Ал сен кімсің? Мен аюмын. Мені де кіргізіңдер. Жоқ, сыймаймыз, деп жануарлар шулапты. Бірақ аю айтқанын тыңдамай, үйшіктің үстіне аяғын қоя бере, күрс. Үйшік құлап қалады. Жануарлар жан-жаққа қашып кетеді. Біраздан соң бәрі қайта жиналып. Кінә аюда емес, үйшіктің кішкентайлығында екен, содан олар бірігіп жаңа, үлкен, мықты үйшік салып алып, бәрі тату-тәтті өмір сүріпті.